Сабақты бастаудан алдын балалар, мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер соны дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Табиғат ғажайыптары дыбыс үндестігі. Суреттегі сызбаның көмегімен мәтіннің мазмұнын болжауды, сөздерді дыбыс үндестігіне сәйкес айтуды үйренемін. 42-ші тапсырма. Суретті сызбаға қарап, мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтін не туралы? Осы сызбаға қарап мәтін құрастыра кететін болсақ, бала далада ойнап жүріп, көбелекті көріп қалып, оны ұстағысы келіп, артынан қуады және көбелекті ұстап алады да, ол көбелек мені қойып жіберуіңді өтінемін деп айтады. Бала көбелекті жапырақтың үстіне қояды. Бірнеше күндерден кейін ол көбелек тұқым тастап, және де көбелек бірте-бірте көбелектің балалары пайда бола бастайды. Өлеңді мұқият тыңда, өз болжамыңның дұрыстығын тексер. Енді ғана ұшқаным, мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша, жүріп өтем жол қанша, деп көбелек шықты мұң. Басы алмастан аптаған, жұмыртқадан жаралып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз құртқа айналдым, бой түзедім таранып. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмаста, кие бермей әлдене еліктедім сәнге де. Жамылғы орап сыртыма, енем сосын ұйқыға. Күнде өсіп толамын, қуыршақта боламын. Көбелек боп жетіліп, қанатымда қағамын. Мың құбылған түске енем, жарысамын құспенен. Мәтінге ат қой. Мәтіннің аты көбелек. Қарамен жазылған сөздерге жалғау не себепті? Бірде жуан, бірде жіңішке жалғанады. Қарамен жазылған сөздер бұл жерде түске және жұлдыз құртқа. Осы екі сөз, жұлдыз құртқа деген сөзімізде біркелкі жуан дыбыстар болғандығы үшін бұл сөзімізге жуан жалғау жалғанады. Түске деген сөзімізде біркелкі жіңішке дыбыстар болғаны үшін бұл жердегі сөзімізге жіңішке жалғау жалғанып тұр. Және де 43-ші тапсырма, көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістісін қойып жаз. Табиғаттың ғажайыптары, көкектің дауысы, ауылдың маңы. Қырманға бару, мектепке келу, қуыршаққа кигізу, кемеге міну, үлкендерден үйрену, жіппен тоқу, матадан тігу. Түбір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астынсыз. Олардың қандай дыбыс екенін айт. Содан өзің қорытынды жаса. Дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Қаздар, тастан, қабы. Суреттегі зат атауларын үш жақта тәуелдеп айт. Ит, доп және бұл жердегі сурет тауық. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сөздердің қандай өзгеріске ұшырағанын айт. 45-ші тапсырма, сөздерді оқып көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі ашса, сөзсіз, сөнбеді, жанбады. Сөздің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Сөздің жазылуы басшы, бос жан, айтылуы басшы, бос жан. Бұл жердегі сөздер айтылуы мен жазылуында ерекшеленіп тұр. Яғни жазылуында басшы болып жазылған сөзіміз айтылуында басшы болып жазылған. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса комментарияға жазып сұрауларыңа болады.
Мен сендерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де видеоға лайк басып каналға тіркелуді ұмытпайық.